сіздерге. Анау жас ұрпақтарды алып келдіңіздер мына жерде. Амандық болсын. Әрқашанда біздің Қарқаралының аты шығып, осындай мәдени шаралар жылдан жылға өркендей берсін. Мен енді мына жерде балдырған балам ән салып жүргенде осы сахнаға, осы мәдениет үйіне келмей кетпеймін ешқашанда. Өйткені енді балаң атқа шапса, үйде тұрып анасы тақымын қысады дейді. Ал енді мінекей бүгін өтіп жатқан мынау шара біздің ауданның халқы үшін өтіп жатқан шара. Мәдени шара. Сондықтан барлығыңызға да көптен көп рахмет. Әрине айналайындар, сендер баламдайсыңдар. Мына жерде өздерінің өнерлеріңді салдыңдар. Маған бір өте қатты ұнаған жері ауылдың сондай соғыс уақытында, қиын заманда бас бірлігін көрсеттіңдер мына жерде. А біз қазіргі заманда сол бас бірліктен кішкене айырылып қалдық. Бірімізден біріміз алшақтап кеттік. Көрші бірінен бірі алыстап кетті. Ағайын туысқан алыстап кетті. Сондықтан мына айналайын ағайындар, аман жүріңіздер. Басымызға бірлік береке берсін. Отанымыз аман болсын. Қазақтың тілі, қазақтың мәдениеті өркендей берсін. Жазира, рахмет айналайын. Аман болыңыздар, амандық болсын. Армысыздар, құрметті көрермен. Ұлы Нобель сыйлығының лауреаты, ұлы неміс жазушысы Томас Манның мынандай бір ауыз сөзі бар. Театр деген тобырды халыққа айналдырады дейді. Енді әлемнің ұлы ойшылы Шыңғыс Айтматовтың Жәмила драмасының негізінде Нұрбек деген қырғыз режиссер ағамыздың жасаған қойылымы осы драманы осы сахнаға бейімдеп, бұл үлкен жұмыс атқарып жатыр. Енді бұнда не айтайық, махаббаттың керемет көріністерін көрдік. Баланың махаббаты, балалық махаббат. Жауынгердің туған жерге деген махаббаты. Былай қарасаңыз, екі ұдай сезімде боласыз. Күйеуі соғыста өзі жаны, аяғы мүгедек болса да жаны сұлу жігітке ғашық болады. Луи Арагон, француз жазушысы, былай деп айтқан екен. Осы Жәмила повесі депті. Жәмила повесі махаббаттың ең әдемі оқиғасы деп. Неге? Біздің аналарымызды білеміз. Кеше аталарымыз соғысқа кеткенде, үйленгенде бір апта болғаннан кейін соғысқа кеткен. Сонда соғыста өлген, қалған хабарсыз кеткен. Сонда жаңада тұрмыс құрған, сонымен ұлтты сақтаған. Бұл жерде ұлтқа деген биік махаббатты көруге болады. Әркім өз биігінде қарау керек. Махаббаттың биігі, руханияттың биігі осы сахнадағы қойылымнан көрініс тапты деп ойлаймын. Мұндағы актерларды бөле жарып қарауға болмайтын сияқты. Бәрі өте жоғары деңгейде өнер көрсетті. Дыбыс режиссері уақытында сарт еткіз дыбысты берді. Жарықты ойнатуда керемет. Бәрі өз орнында. Жарық түседі. Үнсіз адамдар тамақ жеп отырған көрінісі өзі керемет қой. Әркімнің бір күрсініп, екі қолының басымен бір сілкіп үндемей, соның бәрі сөйлеп тұрды. Соны көрдік, сендік. Рахмет.